Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай песочный тестамен ұйғырский самсалар дайындайтын боламыз. Тюльпан самса көрінісінде және де осындай ұйғыр самса көрінісінде түйілу әдісін көрсетіп өтемін. Іштері сочный, әдемі әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдағы мерекелеріңізде, жаңа жылдарыңызда, үйлеріңізде қонақ күткен кезде өте әдемі әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретін самсалар болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Онда бастадық. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Бізге бір штук пампушка қажет болады. Пампушка бұл бізде маргарин. Рецепте көрсетілген, мөлшерде көрсетілген ұнымызға пампушканы салып, осындай қолымызбен крошка етіп аламыз жақсылап. Енді 20% қаймақ саламыз, немесе басқа қаймақ түрлерін қолдансаңыздар да болады. Домашний магазин барлығымен шыға береді. Кішкене тұз салып жібереміз, бір штук жұмыртқамызды шағамыз, және де қолымызбен енді жақсылап біріккенше қамыр илеп аламыз. Бізде бұл жерде песочный қамыр болу керек. Самсаны осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде өте әдемі, беттері күмір-күмір дәмді болып шығады. Қамырымызды кішкене қолға жабысыңқырау болады. Столдың үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, қолымызбен жақсылап илеп жұмыс жасап аламыз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі қамыр дайын болу керек. Дайын болған қамырымызды начинкасы дайын болғанға дейін холодильникке пакетке салып қойып қоямыз жарты сағатқа. Енді менде бұл жерде пияз, картошка, асқабақ араластырып начинка жасадым фаршпен. Сіздер өздеріңіз қалағандай етіп асқабақ қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай начинканы дайындап аласыздар. Мендегі начинка осы. Ішіне пиязды көптеу етіп салсаңыздар, ішінде еттермен, парыштармен өте күшті сочный болып шығады. Асқабақпен өте күшті болып шығады. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Пиязды осылай ұсақтау етіп турап аламыз. Енді начинкамызға фаршымызды салып аламыз. 400-500 граммдай фарш, немесе көптеу жасаймын десеңіздер көптеу салсаңыздар болады. Дәмдеріңізге қарай тұз, кориандр, қара бұрыш салсаңыздар болады. Дәмі өте күшті үйлеседі. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды шығарып, тақтайымыздың үстіне қойып аламыз. Бір-екі домалақтап жұмыс жасап, ортасынан бірдей етіп, ұзын етіп осылай кесіп аламыз. Енді бізге таразы қажет болады. Таразының көмегімен бірдей етіп 50-55 грамм, 53 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Сонда барлығы түйілу барысында біреу үлкен, біреу кіші болып қалмайды. Өте әдемі әрі ыңғайлы болып шығады. Барлығын осылай таразының көмегімен 52-53 граммнан бөліп аламыз. 55 грамм аралығында өздеріңіз қалағандай етіп, кішкене ұнға батырып жайып аламыз, жұқалау етіп. Өздеріңіз қалағандай түйсеңіздер болады. Мен ортасына осылай пышақпен кесіп, роза тәрізді етіп, тюльпан етіп, яғни осылай түйіп алдым. 2-3 рет көрсеттім, жасап көріңіздер. Кішкене басында қолдарыңыз үйренгенше ыңғайсыз болады, бірақ 1-2 рет жасасаңыздар үйреніп кетесіздер. Жаңағы айтқанды ұйғыр самсасы етіп түйсеңіздер болады, немесе өзіміздің бұрыннан келе жатқан үшбұрышты етіп самса түйе берсеңіздер болады. Өздеріңіз ұнатқандай етіп, барлығымен өте әдемі үйлеседі. Осы қамырмен бізде жұмыс жасау өте оңай. Міне сіздерге 2-3 рет көрсетіп өттім. Енді өздеріңіз қалағандай етіп жасай бересіздер. Астын жақсылап жабыстырамыз, ашылып кетпеу үшін. Түйіп болған соң бетіне осылай жұмыртқамызды жағамыз. Бір жұмыртқаны ішіне кішкене сүт араластырып жіберсеңіздер де болады. Барлық жеріне бірдей етіп жағыңыздар. Піскен кезінде бірдей қып-қызыл әдемі болып шығады. Бетіне күнжіт немесе мак сеуіміз. Түрлері әдемі болып, сәнді болып көріну үшін. Қонақ келген кезде, мейрамдарда, алдағы уақытта жаңа жылда, немесе сатылымға шығаратын болсаңыздар да күнжітпен өте әдемі көрінеді. Самсаларыңыз аппетитный және де приятный болып көрінеді. Духовкамызды алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің самсаларымыз осындай ісіп әдемі болып шығады. Бетіндегі тестасы песочный болып өте әдемі, жеген кезде ауыздарыңызда еритіндей болады. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.